Менде НК жеке дауыс естіп ба? Менде НК қазір 5 минут деген басталады. Мен әлі универге жеткен жоқпын, что-то не подозрительно. Таңғы рутинымды бітірген соң универге жол тарттым. Жол барысында сендерге өз әңгімемді айтып берейін. Өзім IT менеджмент мамандығында география, математика комбинацияларын таңдап, осы универге түскен болатынмын. Менеджмент мамандығында оқимын. Қазір НК-ға кіріп бара жатырмын. Психологияның НК-сынан аман есен шығып, келесі сабаққа қарай бардым. Менеджмент мамандығында оқыған соң менің профильдік пәндеріме экономика, бизнес администрейшн сынды сабақтар жатады. Сондықтан бұл жерде макроэкономика сабағына келген болатынмын. Ендеше біз универге обзорымызды жалғастырамыз. Дәл қазір Music Club кабинетінің жанында тұрмыз. Арт жақта музыканы естіп тұрған боларсыңдар. Дайындық жүргізіп жатыр. Алдағы мерекелерге ендеше кеттік. Біздің универде студенттер тек сабақ оқып қана қоймай, сонымен қатар өздерінің қалаған істермен де айналыса алады. Ол үшін Open Space атты жеріміз бар. Ендеше сонда студенттер не істеп жатқанын көрейік. Кеттік. Привет. Басқа университеттерге қарағанда өте ерекше оқыту ережелері бар, және де оның мамандықтары өзге университеттерге қарағанда өзгеше, ерекше болып келеді. Сондықтан Рахмет. Ендеше кеттік, жалғастырамыз. Қиын болады дейді достарым. Ау. 3 года обучения. Бірнеше блоктарға бөлінген. Бұл C2 блогы және келесі C3 блогы. Бұл блоктан wide range-дан кибер-аренаны бақылауға болады және сәйкесінше келесі станциямыз бұл Gym. Біз Gymға келдік. Мен бұл жерге тек по понедельник өзім сабақтарым болғанда келем. Ата келгім келмейтін жер. Бірақ сендерге обзор түсіру үшін енді қайта кіріп жатырмық. Обычно бұл жерде адамдар өте көп болатын еді, бірақ бүгін вторник күні еще после обеда түсіріп жатқандықтан адамдар аз болып тұр. Сондықтан бүкіл құрал-жабдықтарды жақынырақ дұрыстап көре аласыңдар. Еще ан жақта үлкен спорт залымыз бар, кибер-арена деп аталады. Біз қазір әлеуметтік тәрбиесі департаментінің басшысымен тұрмыз. Арман ағай, сізге сұрағым бар еді. Осы кибер-аренада қазір қандай ивент өтпекші? Ақпан айының 5 мен 14 аралығында университеттің 5 жылдығына орай қызметкерлер мен оқытушылар арасында I2 Staff Games спартакиада өткен. Спорттың 11 түрінен бүгін сол спартакиаданың қорытындысы, яғни жеңімпаздарды марапаттау салтанатын осы жерде қазір өткіземіз. Рахмет үлкен жауабыңызға, сәттілік. Біздің IT университетінде 40-қа жуық клуб бар. Соның бірі Chess Club. Студенттер бос уақыттарында 40 түрлі, тіпті одан да көп қызықты активитилермен айналыса алады. Телеком секілді IT компанияларының өзі IT университетінің ішінде өздерінің жеке кабинеттерін ашқан болады. Тағы Қазақтелеком сияқты бірнеше кабинеттер бар. Оларды көру үшін жалғастырамыз. Касперский, Huawei және Cisco лабораториялары. Ал бұл бізді қыс бойы жылытып шыққан студенттеріміздің ең сүйікті кофесі Жан кофе. Біздің универ
IT саласына қатты қолдау көрсеткендіктен, егер стартап ашатын болсаңдар, осы коворкинг зонасына заявка тастап, өздерінің проекттерінде ары қарай дамытсаңдар болады. Біз қазір кітапханадамыз. Бұл жерде қатысуға болмайды себебі бәрі сабақтарын оқып жатыр. Мен айтишкамды тапсырып, осындай номер алған болатынмын. Сондықтан қазір сендерге кітапхананы толықтай көрсететін боламын. Көріп тұрғандардай, біз медиа студияға келдік. Бұл біздің универдегі ең қымбат және өте әдемі, ең әдемі студия болып табылады. Бір, екі. Бұл радио жүргізушілерге арналған тікелей эфир жүргізетін жер. Көріп тұрғандарындай 3 подкаст микрофоны тұр. Тема мүмкіндік деп санаймын. Сонымен қатар кіргеннен кейін сендерге универ жайлы бірнеше фактор айтып кетейін. Астана IT универі 3 жылдық білімді ұсынады, яғни 4 жыл жүрмейсіңдер, 3 жылда бітіріп шығасыңдар. Екінші, өте қызық мамандықтар бар. Жаңағы айтқан медиатехнология, Internet of Things секілді, Smart Technology секілді IT мен түрлі салаларды байланыстыратын мамандықтарды ұсынады. Сонымен қатар, үшінші, бұл универ өте жас универ. Тек қана 5 жылдығы болады осы жылы. Сонымен қатар, осы 5 жылға қарамастан керемет мүмкіндіктерді ұсынып, мықты жетістіктерге жетті. Инфраструктурасы да өте әдемі. Сонымен біздің Астана IT университетіне кішігірім обзорымыз аяқталды. Егер сен ұбт тапсырушы түлек болсан, онда смело бұл универге тие беруіңе болады.